Балалар, бүгін сабағымыз 57 сабақ өлеңді оқу дейді. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде тамсандырған халықты. Ол қалалар әр елде несімен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен атақ дейді, мынау жерде. Ал Москва Кремльмен дейді. Мына. Вашингтон ақ үймен, мынау. Афина агрофельмен дейді, мына жерде. Ал Алматы несімен әйгілі? Алматы біздің апорт алмасымен атақты және медеу мұзайдынмен атақты екен, тауларымен атақты. Енді өлеңдегі сұрақтары жауап бер дейді. Қарап тұрсақ, мына жерде қарап тұрсақ, 40 жыл бойы ең биік мұнаралардың бірі болып саналады екен, Эйфель мұнарасы. Парижде орналасқан. Ал Кремль болса 50 жылдан астам, мынау қызыл. 50 жылдан астам уақыт берік тұр екен, ешқандай қирамай, соғалып тұр екен, Ал ақ үй болса біздің, ақ үй, ақштың ақ үйі болса, ол ақштың резиденциясы екен, резиденциясы екен, бұл жерде президент отырады екен, Ал мына жерде болса, Афинаның агрофельмен атақты екен, ол ежелгі гректердің биік төбеде басына салынған бекініс екен, қамал сияқты биік. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталады, өйткені оны бүткіл әлем таниды екен, Суретте көріністер не себепті әйгілі екен дерек көздерден біліп ал дейді. Ары қарай бізде қатесі түзеп жаз. Сөйлемдердің сөйлем мүшесін талда дейді. Қарап тұрсақ, Эйфель деген экскаватор деген сияқты жазылады екен, жазылмайды, жазылады. Эйфель мұнарасы деп жазылады екен. Мына қараңыздар. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Эйфель мұнарасы дегеніміз бұл бастауыш екен, не Эйфель мұнарасы? Әлемдегі қайдағы ең биік? Қайдағы әлемдегі ең биік? Бұл жерде біздің бұл тұрлаусыз мүшелер екен, тұрлаусыз мүшелер екен. Құрылыстардың бірі. Бұл біздің баяндауыш екен, құрылыстардың бірі. Эйфель мұнарасы бізде бастауыш, әлемдегі ең биік тұрлаусыз мүше, құрылыстары баяндауыш екен. Оған саяхатшылар көп барады. Оған қайда? Оған тұрлаусыз мүшеміз саяхатшылар. Кімдер саяхатшылар? Бастауыш, бұл жерде бастауыш. Қанша? Көп. Тұрлаусыз мүше. Бұл асын ерексіздікпен сызылады деп тұр, бағана өткенде. Қанша? Көп. Тұрлаусыз мүшеміз екен, барады, баяндауыш үшіміз екен. Тұрлаусыз мүше екен, ерекпен сызылған. Енді бізде ары қарай 26 жаты ойлан тап дейді. Айтындар шал енді ұлы қорған бар елі. Айтындар шал енді пирамида бар елі. Ұлы қорған Қытай елінде, ол пирамида Мысыр елінде орналасқан екен, Қытайда орналасқан. Ал Мысыр елінде орналасқан екен пирамида, Перғауындар, бұрын перғауындар болған, 27 жаты төмендегі сөйлем мүшелерін талдау үлгілерін назар аудар дейді. Сөйлемдерді қимыл іс әрекетін білдіретін сөз табы. Оған не істеді? Не қылды? Қайтты сұрақтарын тиіссің қой. Осы сұрақтарға жауап беретін сөз баяндауыш болады. Баяндауыш асын екісізікпен сыз дейді. Сөйлемде қимыл іс әрекетін иесін анықта. Сол сөзге сұрақ қой. Егер ол сөз кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап берсе, олар бастауыш болады. Оның асын бір сызықпен сыз дейді. Сөйлемдегі өзге сөздерге сұрақ қой. Олар сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшенің асын ерек сызықпен сыз дейді. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Оқушылар саяхатқа шықты. Оқушылар шықты, саяхатқа шықты дейді. Енді 28 жаттың жоғарыдағы сөйлем мүшелерін талдау үлгісін басшылыққа алып, төмендегі сөйлемдерді талда дейді. Ескертіштер қорғауға алынды дейді.
Міне қараңыздар, ескерткіштер қорғауға алынды дейді. Ескерткіштер нелер? Бізде бастауыш екен, иә? Бағана айтқанда бір сызықпен сызылып тұр. Қорғауға түрлі мүше бұл ерекпен сызылып тұр. Қайда? Қорғауға. Алынған не істеген? Алынған бұл баяндауыш екен, иә? Енді бізде ескерткіштер алынған деп екеуі байланыс еткен, қорғауға алынған деп екеуі байланыс еткен, иә, былай. Енді екіншісі сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Сәулетшілерді кімдерді? Сәулетшілерді бұл бастауыш екен, иә? Кімдер деген сұрақ қойылып тұр. Кездесуге. Қайда? Бір тұрлаусыз мүше екен. Шақырдық. Қайттік. Шақырдық бұл баяндауыш екен. Екі сызықпен сызылып тұр. Бұл бізде байланысатын сәулетшілер шақырдық міне. Кездесуге шақырды екеуі байланысады екен. Міне, бұлай байланысады және бұлай байланысады екен. Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Астана не? Астана бұл бастауыз сәулетті құрылысымен, бұл біздің тұрлаусыз мүшеміз. Несімен? Сәулетті құрылысымен, бұл бізде тұрлаусыз мүше екен. Ерекшеленеді. Қайтеді? Ерекшеленеді. Екі сызықпен сызылады екен. Бұл бізде баяндауыш екен. Мен өскенде сәулетші болғым келеді. Мен кім? Мен өскенде. Қашан? Өскенде. Бұл тұрлаусыз мүше екен, иә? Өйткені ерекпен сызады екенбіз. Сәулетші болғым келеді. Қайтеді? Бұл жерде біздің баяндауыш екен, иә? Екі сызықпен сызылып тұр. Енді байланысатын болсақ, мен сәулетші болғым келеді, өскенде сәулетші болғым келеді деп байланыстырсақ болады екен. Мұны сөйтіп талдасақ болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.